Сабақтың тақырыбы түрлендіргіштерді сұрыптау құрылғыларын монтаждау. Біріншіден біз түрлендіргішті, яғни қандай мақсатта температураны өлшеу үшін бірінші түрлендіргіш, екінші түрлендіргіш деген сияқты түрлендіргіштерді пайдаланамыз. Яғни бірінші түрлендіргіштерді орнату үшін монтаждау бұйымдарын, яғни кез келген зауытта жасалынған нормаға сәйкес, яғни типтік конструкциялар, яғни қолданады десек болады. Бұл жерде диф-манометр топтық орнату үшін арнайы монтаждық рамалар пайдаланады. Және бірінші түрлендіргіштерді осы орнату орны, яғни жобаның жұмыс сызбаларында көрсетіледі десек болады. Осы орнату орнын белгілеу және бірінші түрлендіргіштерді бекіту үшін, яғни ойықтарды кесу жұмыстарын, яғни құбыр өткізгіштерді және технологиялық құралдарды монтаждау мекемелері осы жұмыстарды орындайды. Яғни бірінші түрлендіргіштер үшін ойықтарды белгілеу және кесу бойынша барлық жұмыстар, яғни кез келген приборларды және автоматтандыру құрылғыларын осы өндірісте қолданатын монтаждау мекемесінің жауапты өкілінің, яғни бақылауы арасында бұл жүзеге асырылатын іс десек болады. Температураны өлшеу үшін бірінші түрлендіргіштер, яғни олар монтаждауға жаңағыдай жарамдылығын анықтайтын стендтік тексеруден кейін, яғни монтаждауға осы қызметтер жасалынады десек болады. Яғни орнатудан алдын түрлендіргіштерді сыртқы байқаудан өткізу қажет және капиллярдың және термобалонда кез келген термобалондардың зақымдалуларының жоқ екен, яғни зақымдалмағандығын, прибор жинағында кіретін жаңа термобалонды бекіту бұйымдарының бар екендігін тексеру қажет. Сонымен қатар техникалық құжаттардың бар екендігі, осыған сәйкес капилляр ұзындығының приборды орнату орнын, яғни термобалонды орнату орнына дейінгі қашықтыққа сәйкестігі де осы жерде тексерілуі тиіс. Орнатылған, яғни бірінші түрлендіргіштер ағымның орташа температурасын қабылдауға тиіс, ал жылу шығымы минимум жаңағы шамада болу қажет. Бұл үшін түрлендіргіштің сезімтал элементі, яғни технологиялық құбыр өткізгіш арқылы ағатын ағынның ортасында орнатылуы тиіс. Әртүрлі қималы жаңа құбыр өткізгіштерде белсенді бөлігінің ұзындығы әртүрлі болған термометрлер немесе әртүрлі орнатылу бобышкалар қолданылады десек болады. Кіші қималы трубопроводтарда, яғни құбыр өткізгіштерде жаңағы термометрлерді оның белсенді бөлігі, яғни ағынның ортасында орналасатындай етіп орнату мүмкін емес. Керісінше, мұндай жағдайда термометр ағынның әрекетіне қарсы бағытталады да, және осы құбыр өткізгіштің өсіне 30 градус немесе 45 градус бұрыш арасында, яғни 45 бұрыш астында, яғни орнатылу қажет. Бақыланатын ағынның температурасының, яғни температурасын өлшеудің міндетті шарты болып, яғни термометрді ысырмадан, вентильден және жаңағыдай тарылтушы құрылғыдан осы құбыр өткізгіштің 20 еселенген диаметріне кем болмаған қашықтықта, яғни орнату болып басты жұмыс болып есептеледі десек болады. Бірінші осы түрлендіргіштерді орнату орнын өзге жаңағы жылу көздерінен қосымша қыздыруға еш уақытта болмайды. Егер ол мүмкін болмаған жағдайда бірінші құрылғылар жылу изоляциясы немесе қорғаныс экраны арқылы қорғалады да, қорғалу қажет негізі. Себебі бұл өлшеу құрылғысының, яғни инерциялығын жоғарылатып жібереді. Бірінші температурада, яғни түрлендіргіштерді бекіту, олардың сезімтал элементін немесе өлшенетін ортаға енгізу үшін арналған ең қарапайым құрылғы алдарыңызда тұрған технологиялық құралдарға және құбыр өткізгіште орналасқан, яғни орнатылған бобышка болып есептеледі. Бұның диаметрі сыртқы диаметр 45 және 57 мм болған жаңа құбыр өткізгіштерге, яғни осы бобышкаларды монтаждау үшін кеңейткіштерді қосып дәнекерлейді, яғни сваркіленеді деген сөз. Түзу сызықтық шынылы термометрлер осы қорғаныстық металл
гильзаларында, яғни термометрді өлшенетін ортаға тікелей жүктеу жолымен орнатылады. Мына алдыңызда тұрған бобышканы орнату схемасы. Бұның ішкі диаметрі 76 мм-ден жаңа құбыр өткізгішке және металл қабырғадан үлкен болмау керек орналастырған, және 76 мм жерде көп тұрған кеңейткіші бар, яғни оның да сыртқы диаметрі 45 немесе 57 мм құбыр өткізгішке орналастырады деген сөз. Яғни бұл жерде түзу сызықты шынылы термометр, яғни қорғаныстық металды жаңа айтып кеткенде гильзаларға термометрлерді, яғни өлшенетін ортаға тікелей жүктеу жолымен орнатылу қажет. Өндірістік жағдайда бұл мұндай жаңа термометрлер жақтауларға орнатылады десек болады. Бұны қазір келесі суретте көрсетейін. Бұл жақтаулар оларды сынаудан қорғайды және прибордың орнату орнына тығыз жалғанған қамтамасыз етіп тұру қажет. Және жақтаудың ұзындығы осы термометрдің ұзындығына және оның жүктелу тереңдігіне тәуелді болуы қажет. Жақтау штуцері, мына жерде көрініп тұрған мінекей 6-шы жақтау штуцері бар, мінекей 3-ші тұрған қалтадан және штуцерге жаңағыдай гайка арқылы бекітілген жоғарғы бөліктен тұрады. Жақтаудың штуцері осы құбыр өткізгішке немесе мына тұрған екінші резервуарға дәнекерленген бобышкадан, яғни осы бобышкаға әкеліп, мына 4-ші тұрған дәнекерленген жаңа резервуарға әкеліп бұралуы қажет. Осы жақтаудың ішкі бетінен термометрдің термобаллонына жылу берілісті жақсарту үшін 150 градус температураны өлшеген кезде осы термобаллон және жақтау қабырғасы арасындағы саңылау машина майымен, ал жоғарғы температураны өлшеген кезде мыс үгінділермен толтырылуы қажет. Құбыр өткізгіштегі температураны өлшеу кезінде осы термобаллон, яғни құбыр өткізгіш өсіне дейін, яғни өлшенетін орта ағымның жылдамдығы жоғары болған жаңа аймаққа жүктелуі қажет, жүктеледі десек болады. Бұл ағындағы орта және прибор арасындағы жылу берілісті бұл жоғарылатып отырады. Диаметр 200 мм-ден дейінгі, яғни құбыр өткізгіштің көлденең аймақтарында термометр құбыр өсіне еңістікпен ағынға қарсы орнатылады да, диаметрі 200 мм-ден үлкен болатын болса, егерде, онда құбыр өсіне перпендикуляр орналастырылуы қажет. Бұл манометрлік термометрдің термобаллоны. Яғни прибор көрсеткішінің дұрыстығы монтаждау сапасына өте үлкен тәуелді болады десек болады. Мына жерде көрсетіп тұрған 12-ші термобаллон өлшенетін ортаға түгелдей жүктеледі де, шамамен ағымның ортасына жаңадай орнатылуы қажет. Бұл суретте көрсетіліп тұрғандай, егер өлшенетін орта ағынның қысымы және жылдамдығы үлкен болмаса егер, және орта агрессивті емес болса, онда термобаллонда қорғаныс гильзасы орнатылады. Ал агрессивті ортада және жоғарғы қысымда термобаллон, яғни жаңағы қорғаныс гильзасына енгізіледі. 13-ші тұрған осы қорғаныс гильзасы осыған енгізіледі. Газдық термометр термобаллонның өлшенетін ортадағы жағдайына жергілікті жағдайға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бұл жерде айта кететініміз, сұйықтықты немесе бұл термометрінің термобаллоны капилляры, яғни термобаллонның капилляры жоғары қаратылып орнасады, тік жағдайда немесе еңістікпен монтаждалуы қажет. Бұл жерде термобаллонның сағасы 11-ші көрсетіп тұрған 4-ші бобышкаге жаңа резьбаға ие болған штуцермен бекітілуі тиіс. Штуцердің көмегімен термобаллонды жүктеу тереңдігін өзгертуге болады бұл жерде. Жылу өткізгішті жоғарылату және прибор көрсеткішінің кешігу уақытын азайту үшін термобаллон және қорғаныс гильзасының жаңағы ішкі бетін, яғни ішкі беті арасында кеңістікті металл үгінділерімен 14-ші көрсетіліп тұрған немесе қайнау температурасының өлшеу шетінен, яғни өлшеу шегінен жоғарғы болған сұйықтықпен толтырылуы тиіс. Кедергі термотүрлендіргіштерді монтаждаудың
монтаждаудан бұрын деп айтайық, монтаждаудан алдын ала оның сезімтал элементтерінің бүтіндігін және сонымен қатар оның қорғаныс арматурасына салыстырған кезде изоляция кедергісін міндетті түрде тексеру қажет. Изоляция кедергісі 20 микроомнан аз болмауы қажет. Кедергі бұл жерде термотүрлендіргішті, яғни құбыр өткізгішке орнату несі мына келесі сурет былай бір орналасқан. Бұл жерде құбыр өткізгіштегі және технологиялық аппараттардағы температураны өлшеу үшін арналған бұл жерде кедергі түрлендіргіштер, яғни бобышкаларда орнатылады, жаңа айтып кеткендей. Бұл бобышкалардың ішкі резбасы термотүрлендіргіштің біріктіруші штуцерінің сыртқы резбасына тең болуы қажет, және штуцер жылжымалы немесе жылжымайтын болуы да мүмкін бұл жерде. Сондықтан да кедергі түрлендіргіштің монтаждық ұзындығы тапсырыс берушінің сұранысы бойынша анықталады да, және 3200 мм-ге дейін жетуі қажет. Жетеді десек болады, жетуі қажет те болуы, одан да басқа өзгеріп тұруы мүмкін деп айттым жаңағыдай. Кедергі бұл жерде түрлендіргіштің сезімтал элементі, яғни қорғаныс қабырғаның яғни ұшында орналасады, және және бұл жаңа айтып кеткендей ортасына бана айтып кеткендей сезімтал элементі қорғаныс ұшына орналасады дедім, және бұл жерде платиналық термотүрлендіргіштің сезімтал яғни элементінің ұзындығы 120 мм болатын болса, ал мыстықы керісінше 60 мм болады. Бұл жерде сезімтал элементтің ортасы өлшеу ортасына жақын болатындай етіп, ал олардың жаңағыдай өлшейтін температурасы, яғни оған жақын орналасқан беттің температурасына тәуелді болмайтындай етіп орнатылуы қажет. Бұл жерде платиналық термотүрлендіргіштің батырылатын бөлігінің ұшы өлшенетін ағынның өсінен 50-ден 70 мм-ге дейін, ал термотүрлендіргіштікі 25-тен 30 мм-ге дейін төмен болуы қажет. Бұл жерде құбыр өткізгіш иілісіне орнату кезінде банағы сезімтал элемент ағынға қарсы бағытталған болуы керек те, және өлшенетін орта осы ортасында орналасқан болуы қажет. Бұл сыртқы ауаның сорылуын болдырмау үшін импульсті сұрыптау орнына бобышканы дәнекерлейді, яғни сваркілеп орналастырады, және термотүрлендіргішті көлденең немесе еңістікпен орнату кезінде осы термотүрлендіргішке өткізгіш сымдарды енгізу үшін арналған штуцердің, яғни жағдайы жаңа біріктіруші қосқыштарға ылғалдылықты өтпеу үшін төмен қарай бағытталып орналасу қажет. Бұл пайдалану ыңғайлы болу үшін термотүрлендіргіштің алдында артық сым қалдырады. Бұл яғни термоэлектрлік термометрлерді орнату ережесі оның тағайындалуына міндетті түрде тәуелді болуы қажет. Осы құралдардың немесе жаңа құбыр өткізгіш бетінің температурасын бақылау үшін термоэлектрлік термометрлер оның жұмыстық бөлігі бақыланатын бетке тығыз жанасатындай етіп орнатылады. Бұл үшін орнатудың алдын термоэлектрлік термометрдің жаңа құбыр өткізгіш бетімен немесе жаңа құралдармен жанасу арқылы мұқият тазаланады да, сонан соң оны бақыланатын бетке тығыз қысып орнатады.